Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түстер, colors. Түстердің өмірімізде маңызы зор. Түстерге қарап, көп нәрсені білуге болады. Адамның тіпті мінезінің өзінде ұнататын түсіне қарап білуге болады. Ал кеттік. Достар, мен бүгін сабағымды мына массажға арналған кілемшенің көмегімен өткізгім келіп отыр. Бұл кілемшенің әр бөлігінде әртүрлі оюлар бар. Және бұл оюлар табандағы нерв нүктелеріне әртүрлі әсер етеді. Әсер ету арқылы қан айналымын жақсартады. Балалардың майтабандылығын жоюға жақсы көмектеседі. Олай болса, бастайық. Біріншісі сарғылт, orange, екіншісі жасыл, green, үшіншісі сары, yellow, төртіншісі қызыл, red, бесіншісі күлгін, purple, алтыншысы қызғылт, pink, жетіншісі сары, yellow, сегізіншісі көк, blue. Байқағандарыңыздай, сары екеу. Көк, blue, сары, yellow, қызғылт, pink, күлгін, purple, қызыл, red, сары, yellow, жасыл, green, сарғылт, orange. Достар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Эльмира ханыммен ағылшын тілін үйрену оңай.